78-ші сабақ 58, 59, 60, 61-ші жаттығулар. 58-ші жаттығу сөйлемді көшіріп жаз. Әр сөйлемдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Қажымұқан қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Палуаны сөзі. Палуан түбірі, жалғау. Келесі жеңімпазы. Түбір жең, яғни жеңу деген сөзден шыққан түбір болып тұр. Ымпаз сөз тудырып тұр, сондықтан ол жұрнақ. Жалғау, жеңімпаз. Жаңа сөз туып тұр. Ымпаз сонда жұрнақ болып тұр. Жалғау. 59-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Палуан-ау, палуан-ау, әдіскерсің алуан. Жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын шығасың. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Палуан сөзіне бірнеше жалғап айт дейді. Палуандар деп үлгі көрсеткен. Палуанды, палуанға, палуаннан, палуаны деп жазуға болады. Келесі әдіскерсің. Әдіс түбірі, кер, жұрнақ, сің, жалғау. Әдіскерсің. Жұмбақты оқып шешуін тап. Ойынды бұзсаң күш қылып, тоқтатады ысқырып. Шешуіндегі сөздің қосымшасы жұрнақ па, әлде жалғау ма дейді. Жауабы ысқырық. Ысқыр түбірі. Ысқыр деген сөзден шығып тұр. Ық деген бұл жерде жұрнақ. Ысқырық деген затқа айналып тұр. Сондықтан ық жұрнақ. 61-ші жаттығу тәжірибе жаса. Кітап сөзіне пен, қана қосымшаларын жалғап көр. Қай сөздің мағынасы өзгерді? Неліктен деп ойлайсың? Кітап сөзіне пен қосамыз, кітап пен, қана қосса кітап қана. Бұл жерде кітап пен дегенде пен деген ол жалғау, яғни сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Кітап қана болса, қана деген сөз ол бізде жұрнақ. Кітап қана болған кезде ол кітап жиналып тұрған бөлме, былайша айтқанда орын деген сөз. Демек, кітап қана болған кезде бізде сөз өзгерді. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.